안녕하세요 여러분, әселімида. Сіздермен мен Әсел және Kimchi TV. Сіздермен бүгін мен өзімнің сүйікті тақырыбым дорамалар жайында айтатын боламыз. Дорама дегеніміз жалпы өзі не? Кейбіреулеріңіз дорама ол деген дорама деп ойлайтын шығарсыздар, иә? Бірақ ол жапондық термин тареби деген сөзден шыққан, ағылшынша драма деген мағынаны білдіреді. Дорама деп оңтүстік Кореяның, Гонконгтың, Японияның, Тайваньның телесериалдарын айтады. Тақырыпты көріп тұрғандарыңыздай бүгін біз ескі дорамалар тізімін айтатын боламыз. Қазіргі таңда 2000 жылдан 2015 жылға дейінгі дорамалар ескі болып табылады. Ескі дорамалардың бір өзіндік, орысша айтқанда шарм дейма, бір өзінің эстетикасы бар сияқты. Ал енді достар, тізімнің өзіне де көшейік. Мен дорамаларды шыққан жылынан бастап айтатын боламын. Араларыңызда кейбір дорамаларды көріп қойғандарыңыз да бар шығар, бірақ көрмегендеріңіз де бар болуы мүмкін. Сондықтан соңына дейін көріп, тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды, өзіңіздің көрген дорамаларыңызды немесе көрмеген дорамаларыңызды қалдырып жазып отырыңыздар. Бастап қайтатын екі дорама, олар менің Кореяға деген қызығушылығымды оятқан сериалдар. Сол себепті оларды мен міндетті түрде бірінші болып айтамын. Бірінші ол әрине полный дом, яғни ыстық ұя. Мен сіздерге дорамаларды орыс тілінде айтатын боламын, кейін интернеттен іздеп қарауға оңай болу үшін. Полный дом ол менің алғашқы көрген дорамам және ең сүйікті дорамаларымның бірі. Сериалда Хан Джи Йон болып ойнаған Сон Хё Кё менің қазіргі таңға дейін ең сүйікті актрисам. Дорамада қазақша озвучкамен оны Шиби деп айтатын еді. Дорама 2004 жылы шыққан. Қандай да бір жағдайға байланысты бұл дораманы көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көріп шығыңыздар. Екінші ол әрине Цветочки после ягодок. Дорама 2009 жылы шыққан. Бұл дораманы қазіргі таңға дейін дорамалардың классикасы деп атайды. Оны қаншама рет көрсем де жалықпай көре беремін, себебі бұл дорамада жылайсың да, күлесің де, уайымдайсың да, барлық актерлардың актерлік шеберлігі де жоғары деңгейде. Онымен қоса шетелге шыққан эпизодтарында олар монтаж емес, шынымен барып түсірген болатын. Қазіргі таңдағы дорамалар сияқты монтажбен емес, шынымен сол жерге барып түсірген сюжеттері, моменттері өте көп. Дорамада Ку Чемпион мен Ким Чан Дидің махаббаты ерекше, күлкілі, қайғылы көрсетілген. Жаңа айтқанымдай, егер естеріңізге түсіп кетсе, қайтадан қайталап көріңіздер. Енді дорамаларды шыққан жылынан бастап рет-ретімен айтатын боламын. Сол себепті үшінші дорама ол Осень в моем сердце, 2000 жылы шыққан. Бұл жерде де полный домдағы Сон Хё Кё ойнайды. Сон Хё Кёның бұл дорама дебюті болған. Алғашқы дорамасы болса да керемет ойнап шыққан. Осень в моем сердце ол өте қайғылы сериалдың бірі. Ынсо мен Джунсоның махаббат хикаясы айтылады. Дорамалардың толық сюжетін айтпауға тырысамын. Егер көрмеген болсаңыздар, көріп шығыңыздар. Себебі мен айтатын дорамалардың барлығының рейтингісі өте жоғары дорама. Сол себепті бұл видеоны жоғалтып алмас үшін кейін керекті ұнаған дорамаңызды, көрмеген дорамаңызды қайталап көретін болсаңыз, лайк басып қойсаңыз, бұл видео понравившиеся деген бөлімінде тұрады. Кейін керекті уақытта қайталап тізімді көре аласыз. Төртінші дорама Зимняя соната деп аталады. 2002 жылы шыққан. Бұл да қайғылы дорамалардың бірі. Өте қайғылы дорама, бірақ баста актер көру қабілетінен айырылса да, жастар бірге қалады. Бұл дорамада актриса Шве Джи Ю ойнайды. Бесінші дорама 2003 жылы шыққан Лестница в небеса деп аталады. Бұл дорамада да актриса Шве Джи Ю ойнайды. Өте әсерлі, өте бір сондай қайғылы, көзге жас алып қана көретін дорама. Дорама өзі бір сондай ескі 2003 жылы түсірілген болса да, рейтингісі өте жоғары дорамалардың бірі болып табылады. Себебі басқа елдерде осы дораманы қайталап түсірген болатын. Мысалы, Ресейде 2013 жылы дәл осы атаумен, яғни Лестница в небеса деп аталатын сериал шыққан. Өзімнің анам да осы российский версиясын көзіне жас ағылып көрген болатын, жақсы түсірген деп. Жалпы Корея фильмдерін, сериалдарын көптеген елдер жаңа айтқандай қайталап түсірген, оның ішінде көбінесе Ресей, Түркия елдері. Алтыншы дорама ол бәріміз білетін Ва-Банк, ол да 2003 жылы шыққан. Бұл жерде де менің сүйікті актрисам Сон Хё Кё басты рөлдердің бірінде керемет ойнап шыққан. Ал бұл дораманы көптеген адамдар шедевр корейской дорамы деп атайды. Дорамада Ким Мин На мен Ким Сё Йонның махаббаты ерекше көрсетілген. Және покер ойыны жайында, және бай және кедейлік тақырыптары жайында айтылады.
Жетінші дарама 2004 жылы шыққан «Прости, я люблю тебя» деп аталады. Бұл да қайғылы дарамалардың бірі. Сюжетінде енді айта алмаймын, керемет түсірілген дарамалардың бірі. Сол себепті міндетті түрде көру керек. Бұл дараманы кейбіреулеріңіз білсеңіз, кейбіреулеріңіз білмеулеріңіз де мүмкін. Түркия ері де дәл осы сюжетпен қайталап сериал түсірген болатын. 8-ші дарама «Великолепное наследие» деп аталады. Бұл да өте қызықты, сюжеті де сондай керемет түсірілген дарамалардың бірі. Видеоның басында айтқанымды және қайталап айта беремін. Ескі дарамалардың қазіргі дарамаларға ұқсамайтын бір өзіндік керемет ерекшеліктері бар. Бұл дарамада Инсон деген қыздың қайғылы өмірі және өзінің аутист бауыры жайында айтылады. Бірақ барлығы бір мезетте күрт өзгеріп кетеді. 9-ші дарама «Ты прекрасен» деп аталады. Пак Шын Хе ойнайтын керемет бір сондай дарама. Шын Хе өзі негізі өте бір сондай қызықты керемет дарамаларға көп түседі. Менің анам жақсы көретін ескі сериалдардың бірі. Пак Шын Хе бұл жерде Коминам болып өзінің бауыры, яғни бала болып ойнайды. Көрмеген болсаңыздар міндетті түрде көріңіздер. Осылары да керемет енді. 10-шы ескі дарамалардың бірі «Озорной поцелуй» деп аталады. 2010 жылы шыққан. Бұл жерде «Цветочки после ягодкадағы» Чиху ойнайды. Дарама өзі мектеп, жастық шақ, махаббат тақырыбында айтылған комедия, яғни драма. Келесі 11-ші дарама «Личные предпочтения» деп аталады. Бұл дарамада 2010 жылы шыққан. Бұл жерде де «Цветочки после ягодкадағы» Ку Чун Пё, яғни Ли Мин Хо ойнайды. Дарама өзі комедия тақырыбында. Егер сіз Ли Мин Хоның, яғни Ку Чун Пёның актерлік шеберлігін жақсы көрсеңіз, егер бұл дараманы көрмеген болсаңыз, міндетті түрде көріп шығыңыз. 12-ші дарама «Таинственный сад» деп аталады. 2010 жылы шыққан. Гүл Раим рөлінде танымал актриса Ха Джи Вон ойнайды. Егер де сіз қыз бен жігіттің денелері ауысып кететін фильмдер, сериалдар жақсы көрсеңіз, міндетті түрде көруге кеңес беремін. Келесі 13-ші дарама 2011 жылы шыққан. 49 дней деп аталады. Осы жылдардан бастап Кореяда осы фантастика тақырыбындағы дарамалар шыға бастады. Бұл дарамада сондай дарамалардың бірі десем болады. Яғни сюжеті өте қызықты, ерекше түсірілген. Жас қыздың елесі жайында айтылатын дарама. 14-ші «Струны души», яғни 2011 жылы шыққан дарама. Бұл жерде «Ты прекрасендегі» екі актер басты рөлде ойнайды. Яғни музыка тақырыбында болатын дарамадағы Шын Хе өзінің рөлін әдеттегідей керемет ойнап шыққан. 15-ші дарама 2011 жылы шыққан «Городской охотник». Бұл дарамада танымал актер Ли Мин Хо ойнайды. Негізі Кореядағы көптеген хейтерлер осы Ли Мин Хоға байланысты. Оның көптеген түскен сериалдары бір тақырыпта, тек байдың баласын ойнайтын тақырыпта ғана түседі деп айыптаған болатын. Ал бұл жерде боевик тақырыбында ойнаған Ли Мин Хо өзінің рөлін керемет ойнап шыққан. Бұл дарамада тек боевик сюжетінде ғана емес, актер Ли Мин Хо өзінің бар шеберлігін көрсетіп, көзбен ойнау қабілетінде керемет көрсеткен. 16-ші дарама 2011 жылы шыққан «Одержимый мечтой». Бұл дарамада мен кішкентай мектеп оқып жүрген кезде танымал болған сериалдың бірі, яғни олдтар түсінеді деп ойлаймын. Бұл сериалда қазіргі таңға дейін ең танымал актер, әншілер, актрисалар ойнаған. Олар яғни мынау Сюзи, Аюк, Такен, Ким Сы Хён сияқты және тағы басқалары. Және бір ескеретін жайт, бұл жерде қазіргі таңда ең танымал дарама болған Пентхауста ойнаған, Джудан Тэ ойнаған. 17-ші 2012 жылы шыққан дарама «Принц Чердака» деп аталады. Керемет дарамалардың бірі, өте қызықты сюжеті, яғни баяғы заман мен қазіргі заман жайында, яғни уақыттың алмасуы жайында болған дарама. Өте қызықты, жалықпай көретін сериал негізі. Бұрынғы заманның ханзадасы қазіргі заманға түсіп, көптеген қызықты жағдайларға ұшырайды. 18-ші дарама 2012 жылы шыққан «Дождь любви» деп аталады. Басты рөлде «Ты прекрасен» де ойнаған Чан Гын Сок. Бұл дарамада да өзінше болып ойнайтын стилінде ойнайды. Өте нәзік, ерекше, қызықты дарама. 19-ші дарама «Этой зимой дует ветер» 2013 жылы шыққан. Бұл жерде кім ойнайды десеңіздер, әрине бұл жерде менің сүйікті актрисам Сон Хё Кё өзінің
адеттегідей керемет стилінде ойнап шыққан. Бұл дорамада Сон Хёго көзі көрмейтін, яғни көре алмайтын қыз болып ойнайды. 20-шы дорама «Я тебя слышу» немесе «Я слышу твой голос» деп аталады. 2013 жылы шыққан. Бұл сериалда танымал актер Ли Чон Сок ойнайды, яғни басқа адамдардың ойын ести алатын сюжетте болады. 21-ші, енді бұл дорама айтпасам, мені бәрі сөкіп кететін шығар. 2013 жылы шыққан, әрине ең танымал дорамалардың бірі «Наследники». Бұл жерде өздеріңіз білесіздер, танымал актер, яғни Ли Мин Хо, Пак Шан Хэ сияқты актер-актрисалар керемет жоғары деңгейде ойнап шыққан. Мектеп, жастық шақ, осы махаббат тақырыбындағы сериал. 22-ші дорама 2013 жылы шыққан «Человек со звезды» деп аталады. Бұл жерде де танымал актер-актрисалар Ким Су Хён, Чон Джи Хён ойнайды. Бұл дораманы көбісі біледі, бірақ сюжеті де өте қызықты, рейтингісі де әлі күнге дейін жоғары дорамалардың бірі. 23, ол 2013 жылы шыққан «Императрица Ки» дорамасы. Бұл дорама өзі тарихи, яғни исторический дорама болғандықтан көптеген үлкен апа-аталарымызды көрген болар шығар, Жумонг деген сияқты. 24-ші дорама 2013 жылы шыққан «Тайная любовь» деп аталады. Әділетсіздік кек алу жөнінде керемет ескі дорама. Бұл дораманы білмесеңіздер, Украина және Түркия елдері де қайталап түсірген. 25, ол 2013 жылы шыққан «Повелитель солнца», яғни елестерді көру тақырыбындағы әр сериясы, яғни оның сериядағы сюжеттері қызықты дорамалардың бірі. Яғни әр сериясында әртүрлі жағдайлар орын алып, қызықты, ерекше, фантастикалық дорама. 26-шы «Пиноккио» деп аталады, 2014 жылы шыққан менің сүйікті дорамаларымның бірі. Себебі сюжеті өте қызықты және танымал актер мен актриса Пак Шан Хэ мен Ли Чон Сок та өзінің рөлдерін журналист болып керемет болып ойнап шыққан. 27-ші «Убей меня, исцели меня» 2015 жылы шыққан. Бұл дорама көбіне ұнайды, мен білемін, және рейтингісі де әлі күнге дейін жоғары деңгейдегі дорама. Және Оскарында білетін шығарсыздар, өте керемет. Мен осы дорамалар тақырыбында әр дораманың өзінің Оскарын осы видеоға қосқым келетін еді, бірақ өкінішке орай YouTube ондайға рұқсат бермейді, яғни авторлық құқық дегенге YouTube өте қатты қарайды. Ал көрмеген болсаңыздар, қазіргі таңда жаңадан шығып жатқан дорамаларға түсіп жатқан ең танымал актерлар ойнаған керемет, қызықты дорама, міндетті түрде көріп шығыңыздар. 28-ші, бұл да 2015 жылы шыққан «О моя Венера». Бұл дорамада әдемілік, әдемі болу тақырыбында қыздарға ұнайтын дорамалардың бірі. 29-ші, 2015 жылы шыққан «Она была красоткой». Бұл дорамада менің ең сүйікті, қызықты дорамаларымның бірі. Бұл жерде де преображение тақырыбындағы қызықты комедия, өте қызықты, сюжеті өте керемет, актерлардың да ойнау қабілеті де әрине жоғары деңгейде. 30-шы және соңғы дорама, достар, ол әрине «Кто ты? Школа 2015». Дораманың атын көріп тұрғандарыңызда 2015 жылы шыққан осы ескі дорамалар тізімін аяқтайтын соңғы дорамалардың бірі. Ең керемет, сюжеті мықты, рейтингісі де жоғары, Оскары да керемет, актерлік шеберліктері де жоғары деңгейдегі дорама. Мектеп, махаббат және өтірік пен шындық тақырыбындағы қызықты дорама, жаңа айтып өткенімдей, осы дорамадан бастап бұрынғы мен айтқан ескі актерлар емес, енді жаңадан таңылып жатқан актерлар түседі. Достар, бүгінгі сабақ сіздерге қызықты, пайдалы болды деген ойдамын. Бұл дораманың ішінде көрмегендеріңіз болса, міндетті түрде жаңа видеоның басында айтқанымдай лайк басып сақтап қойыңыздар, кейін керекті уақытта қайталап көре аласыздар тізімдерді. Ал ішінде көргендеріңіз болса, немесе кейбір актерлар жайларында ойыңыз болса, айтқыңыз келген өз ойларыңызды міндетті түрде комментария қалдырып отырыңыздар. Мен міндетті түрде бәрін оқып, бәрін ескеретін боламын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Аньон!